Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар достар? Бүгін біз осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті Абай Омар студиясы жасаған. Жалпы біз бұны не үшін жасап жатырмыз? Осын үйреніп, біз өзіміздің қазақ бауырлары, мұсылман бауырлары осындайды үйреніп, табыс тауып, өзін асырай алатын болса, отбасын асырай алатын болса, бізге өте қуанышты. Мен үшін өте қуанышты. Осын менен үйреніп, Алланың қалауымен адам табыс тауып, отбасын асырап жатса, мен үшін өте сондай бақыт қой. Бұл логотипті енді қалай жасағанын көрейік. Шетке алып қояйық мына жаққа. Примерно былай жасады деп ойлаймын енді. Так. Осылай қойып аламыз. Екеуін белгілейміз, Ctrl-D деп басамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 деп қойып аламыз. Осыны группировать етеміз. Ctrl-G, Ctrl-S дейміз де, Ctrl-F деп басамыз. И осылай айналдырып қоямыз. Бәрін белгілеп аламыз да, мына жерде инструмент создания фигур деген таңдаймыз. И осылай қойып аламыз. Так, примерно. Осылай. Мінекей. Болды. Енді осын былай аламыз. Осын Shift сап тұрып, үшеуін белгілейміз. Ctrl-S деп копировать етіп аламыз. Енді мынаның бәрін өшіріп тастаймыз. Ctrl-F деп басамыз. Болды. Мінекей. Ctrl-G дейміз. Енді артқы фонын істейміз, пипетканы алып, осы цвет таңдап, артына жіберіп жібереміз. И осыны аламыз да, цветін таңдаймыз. Мінекей достар, осымен дайын болды. Осылай логотип жасап үйренсек болады. Жалпы сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Instagram, TikTok парақшаларын белгілеп қоямын, сол жерге тіркелуді ұмытпаймыз. Және де егер де сіздерге логотип керек болса, немесе таныстарыңызға логотип керек болса, мені айта жүруді ұмытпаңыздар. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.